Жасөспірімдер арасында қысқы спорт түрлерінен Алматыда өтіп жатқан әлем чемпионаты аяқталуға жақын. 500 спортшы шаңғымен жарысу, тұғырдан секіру және қос сайыс бойынша сынға түсіп жатқан сайыста әзірге Норвегия көш бастап тұр. Үздік үштік қатарында Ресей мен Германия да бар. 36 елдің спортшылары бас қосқан байрақты бәсеке 2017 жылғы универсиада алдындағы дайындық іспеттес. Жасөспірімдердің әлем чемпионатына арналып өткен жылы 12 мың жанкүйерлерге лайықталған мұз сарайы және 3 мың адамдық мұз аренасы бой көтерді. Сондай-ақ балаларға арналған 60, 40 және 20 метрлік үш секіру тұғыры салынды. Қазірде мұнда 700-дей жеткіншек кәсіби түрде қысқы спортпен айналысып жүр. Алдағы уақытта шана бобслей жарысына арнап кешен салу жоспарда тұр. Бұл жарыс өте керек. Біріншіден бұл бізге емтихан, сынақ ретінде бұл жарыс қазір өзінің жемісін беріп жатыр. Келіп жатқан спортсмендер, спортшылар барлығы жақсы баға беріп жатыр. Мы также подавали заявку на взрослый чемпионат мира. Біз шаңғы спортынан ересектер арасында чемпионат өткізу жөнінде өтініш бердік. Сондай-ақ Олимпиада ойындарын өткізуге де мүмкіндік бар. Жаһандық додалар ұйымдастыруға Алматы қаласы дайын деп есептеймін. Оңтүстік Астанамыз Қазақстанның спорттық имиджін көтеруде ерекше маңызға ие. Болашақта қазақстандық чемпиондардың жаңа толқына шығатынына толық сенемін.